Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оп-оңай, әрі жылдам уақытта дайын болатын сметанник пирогының жасалу жолымен бөлісемін. Бұл өте дәмді әрі нәзік пирогты сіз тіпті тапсырысқа да дайындай берсеңіз болады. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен електен өткізіп дайындап қойған ұнымыздың үстінен бір шай қасық ұн қопсытқышты, яғни разрыхительді саламыз. Және де мұздатқышта тұрған, яғни морозильниктегі сары майымызды дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ұнға аунатып отырып үккіштен өткізіп аламыз. Мен бұл жерде 72% сары майды қолдандым. Мінекей осылай өткізіп алдық, ал енді келесі кезекте үстінен шекерімізді салып, барлығын жақсылап қолымызбен араластырып шығамыз. Барлығы жақсылап бірігу керек. Орысша айтқанда крошка пайда болу керек. Осылай крошка жасап алғаннан кейін келесі кезекте ортасын ашып бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып қамырымызды илеуді бастаймыз. Басқа артық ұн немесе су қосып қажет емес. Осылай араластырып отырсаңыздар, қазір өзі біркелкі қамырға айналады. Пирогқа қосылатын барлық заттардың мөлшерін, грамдарын описание бөлімінде толық жазып қалдырдым. Осы видеоның атауы жазылған жердің үстінен бассаңыздар, описание бөлімі ашылады. Біз осылайша қамырымызды жұп-жұмсақ етіп илеп алдық. Қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 15 минут уақытқа қоя тұрамыз. Оған дейін біз қаймақты салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай 20%-ық 400 грамм қаймақ қажет болады. Бөлек бір ыдысымызға осылай салып, үстінен қантымызды саламыз, және де 3 жұмыртқаны саламыз. Одан кейін кішкене ванилінің дәмі шығып тұру үшін бір шай қасықтай ванилин салып жібереміз. Енді барлығын блендердің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып езіп шығамыз. Біздің пирогымыздың қаймақты салмасы осымен дайын болады. Ал енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, формамызға орналастырып, осылай қолымызбен басып, барлық жағына біркелкі етіп жайып төсеп шығамыз. Барлық жағына біркелкі етіп төсеп шығыңыздар. Bir жері қалың, бір жері жұқа болып қалмасын. Бұл жерде менің формамның диаметрі 26 см. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген асты алынатын формаға немесе кольцоға орналастырсаңыздар болады. Енді қамырды төсеп алғаннан кейін үстінен қаймақты салмасын құямыз. Пирогымызды алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште жарты сағаттың көлемінде пісіріп аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз осылай ортасындағы начинкасы қатып, әдемі болып пісіп шықты. Пирогты бөлме температурасында толықтай суытып, одан кейін формадан босатып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып алсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ, нәзік болып кесіліп жатыр. Дәмі де өте керемет. Біздің отбасымызға қатты ұнады. Бұрын-соңды жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Ал егер видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзена.